Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай ешқандай табанды қажет етпейтін балетки, следики тоқитын боламыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ешқандай қиыны жоқ, оңай. Менің айтқаным бойынша, менің артымнан видеоға қарап отырып тоқысаңыздар, барлығы сіздің қолыңыздан келеді. Жіпке келер болсақ, эконом бюджетный жіппен тоқитын боламын, көк және сары түсінен. Эконом бюджетный жіптің түрі осындай болып тұрады, белгілі оратылған түрінен байқасаңыздар болады. Жібімізді осылай алып, бірінші крючокқа іліп аламыз. Айналдырып жіберіп, ортасынан бір бостырша алып алдым. Крючокқа жібімді іліп алдым, яғни. Енді осыдан ары қарай біз 18 бостырша ауаға тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Міне соңғысын тоқыдым. 18 бостырша ауаға алып тоқыдым. Енді бізге размерімізге нақты тоқу үшін өлшеп аламыз. 9 сантиметрді құрап тұр менің. Бұл 18 бостыршам. Сіздің жібіңіз әртүрлі болуы мүмкін. Жіңішке, жұқа болуы мүмкін сізде. 18 емес мүмкін, 15 болуы мүмкін, 20 болуы мүмкін. 9 сантиметрге жеткізсеңіз болды, главный. Келесі столбик без накидтер тоқимыз. Екінші косичкаға столбик без накид тоқимыз. Осы косичкамызға кіріп, крючокта бір ғана жіп, крючогымды іліп алып, екі жіп етіп алдым да, содан шығардым. Бізде бұл столбик без накид деп айтылады. Ешқандай накид алмаймын, крючокта екі жіп болады, соны іліп алып тоқимын. Әр косичканы бір-бірден столбик без накид тоқимыз, сонда бізде 17 столбик без накид болады. Міне мен 17-ші столбик без накидті тоқыдым. Енді келесі кезекте біз келесі қатарға көтерілеміз. Мынау біздің жібіміз тұр ғой. Демек, біз бұл қатарда ауаға бір бостырша аламыз деген сөз. Ауаға бір бостырша алдым, сосын екінші косичкаға кіріп, тоже столбик без накид. Әр косичканы бір-бірден столбик без накид тоқимыз. Бұл қатарда да 17 столбик без накид болады. Әр косичканы бір-бірден столбик без накидтер тоқимыз. Аяғына дейін санап отырып тоқысаңыздар, ешқандай жерінен қате кетпейді. Санап отырып тоқыңыздар. 17 ма 17 болу керек. 17-ші косичкаға кіріп, столбик без накид тоқыдым. Бұл қатарда бізде ешқандай астынан жіп көрініп тұрған жоқ. Демек, біз бұл жерде ешқандай ауаға петля алмаймыз. Ауаға бостырша тоқымаймыз. Тек біз тоқымамызды, жіп тұрған жері бар ғой, сол қатарларда ғана біз ауаға бостырша алып тоқи береміз. Ал мына жерге келген кезде тоқымаймыз. Келесені тоқымамызды айналдырып жібереміз де, одан кейін косичкаға кіреміз. Жанындағы косичкаға кіріп, әр косичканы бір-бірден 17 столбик без накид тоқимыз. Санап отырып тоқысаңыздар қате кетпейді. 17 столбик без накид аяғына дейін. Аяғына дейін өзіміз тоқимыз 17 столбик без накид. 17-ші столбикті тоқыдым. Мына жерде байқамай 17-шісін тоқымай кетіп қалып жүрмеңіздер, көрінбей қалады кейде. Мына жер көрінбей қалады кейде. Сол үшін санап отырып тоқысаңыздар қателеспейсіздер. Енді бізде салбырап тұрған жіп тұр астында, демек ауаға біз бір бостырша аламыз. Сосын барып жібімізді тоқымамызды айналдырып жіберіп, тағы да осылай 17 столбик без накид тоқимыз аяғына дейін. Осылай өзіміздің керекті размерімізге дейін тоқимыз.
қазір мен примерно бір 24-25 қатар тоқимын. Содан кейін сантиметрмен линейкамен өлшеймін. Және де ұмытпаңыздар, мына жаққа келген кезінде бұл жерде сіздер бос тұрша ауаға алмайсыз. Ауаға бос тұрша алмайсыздар. Тек мынау астың жағында жіп салбырап тұр ғой, сол қатарға келген кезде ғана ауаға бос тұрша аласыздар. Енді ары қарай өзіміз тоқимыз керекті размерімізге дейін. Мынау жіп тұр ғой, осы қатарға келген кезде ғана ауаға бос тұрша аламыз. Ары қарай өзіміз тоқимыз, 25-24 қатардай тоқимыз. Сосын сіздерге көрсететін боламын қанша сантиметр болғанын. Ал сіздердің жіптеріңіз әртүрлі болады, сол үшін мен сіздерге тек сантиметр бойынша ғана тоқыңыздар деп айтамын. Міне мен 25 қатар тоқыдым, 13 сантиметрге келді. Сіздер де солай 13 сантиметрге жеткізіңіздер. Бірақ қанша қатар болатыны ол әркімде әртүрлі, өйткені жіп әртүрлі болуы мүмкін. Жіптер біреуінде қалың, біреуінде жұқа болуы мүмкін дегендей. Енді ары қарай біз мынау көк жібімізді аламыз. Мынау тұрған бірінші косичкаға кіреміз. Ең бірінші тұрған осы косичкаға кіреміз. Сосын көк жібімізді алып, сіздер енді өздеріңіздің түстеріңізді таңдайсыздар. Көк жіпті осылай алып, крючокқа іліп алып шығарамыз. Содан кейін бір іліп аламыз. Мынау жіпті ортасына алып, қысқа жіпті ортасына алып тоқимыз. Міне бір іліп алдым. Одан қайтадан сол жаңағы косичкаға кіріп, қайта соған кіремін, столбик без накид тоқып жіберемін. Крючокта 2 жіп болады. Міне іліп алдым да, одан кейін содан шығардым. Столбик без накид тоқыдым. Енді осыдан ары қарай біз 14 столбик без накид тоқимыз. Аяқ жағында 3 бос торша қалады. Аяқ жағында мына жерден бастап 3 бос торша қалдырасыздар сіздер. Сіздерде енді көк жіптің орнында менде 14 қой. Сіздерде мүмкін 12 или 10 сондай болуы мүмкін. Но главный мына жақта аяқ жағында 3 бос торша, сарыдан 3 бос торшаға дейін жеткізбей тоқисыздар. Енді мен 17 болғаннан кейін 17-ден 3 тастасақ 14 бос торша болады косичка. Сол 14 косичканы көк жіппен тоқимын. 14 столбик без накид тоқимыз. Сіздер енді өздеріңіздің өлшемдеріңіз бойынша тоқисыздар. Мен 14 столбик без накид көк жіппен тоқимын. Міне мен 14-ін тоқыдым. Мына жағынан 3 косичка қалды сарыдан. 14-ін тоқыдым көкпен. Енді ары қарай біз жібімізді, көк жіпті ешқандай ауаға петле алмаймыз. Бұл жерде айналдырып жібереміз да, сразу астындағы тұрған бірінші косичкаға бірден кіріп столбик без накид тоқимыз. Астындағы қатарымыз 14 столбик без накид болса, екінші қатары да көктің столбик без накид болады. Аяғына дейін санап отырып тоқимыз столбик без накид. Және де осы жерде сіздерге айтқым келетіні, аяқ жағына шеттеріне келген кезінде косичкаларымыз көрінбей қалуы мүмкін. Содан қателесіп сіздер 14 емес 13 или 12 сондай біреу кем болып қалуы мүмкін. Сол үшін санап отырыңыздар. 2 қатар көк тоқыдым, 14 косичка. Енді мына жерде қараңыздар, сарының астың жағында ұзын жібіміз бар. Біз демек ауаға бір бос торша аламыз. Ауаға бір бос торша алдым, тоқымамды айналдырдым. Мына жерде бізде 3 косичка қалды. Әр косичканы санап отырып столбик без накид тоқимын. 3 столбик без накид тоқимын. Міне біріншісі, екіншісі, үшіншісі. Енді ары қарай жалғастырып 4 деп тоқып кете береміз.
ол мынау көктің ең үстіңгі косичкаға бірден кіріп кетеміз. Міне екінші көк тоқыдық қой, екінші қатар көк, соның косичкасына төртінші деп кіріп столбик без накид тоқи береміз. Төртіншісін тоқыдым. Ары қарай әр косичканы бір-бірден столбик без накид тоқимыз. 5, 6, 7. И сонда бізде сарыдан бұл қатарда 17 столбик без накид болады. Но астымыздағы ұзын столбик без накидтер тұр ғой, сары. Дәл сол қатардағыдай бұл жерде де столбик без накидтер 17 болады. Аяғына дейін 17 столбик без накид тоқимыз. Міне мен 17-ші столбикті тоқып жатырмын. Мына аяқ жағына осы жерлерге келген кезінде қателесіп кетпеңіздер, столбик, то есть косичкаларыңыз қалып қоймасын. Сосын мынау көкті аламын да осылай жалғастырып тоқып жіберемін. Кішкене жіптерді тартып жіберемін. Міне. Сонда біздің көгіміз білінбей қалады. Енді мынаның қатарында астында ешқандай жіп жоқ. Біз демек ауаға бос торша алмаймыз. Тоқымамызды айналдырамыз. Дәл сол бірінші косичкаға кіріп столбик без накид тоқимыз көк жібімізбен. Бұл жерде біз дәл мынау көкті тоқығандай 14 столбик без накид, екі қатарын 14 столбик без накид көкпен тоқимыз. Мынау астындағы бірінші косичкаға кіремін. Міне 1, 2, 3, 4, 14 столбик без накид тоқимын. Дәл алғашқы көкті тоқығандай бұл жерде де екі қатар көкпен тоқимыз. Екі қатарында 14 столбик без накидпен көк түсімен тоқып шығамын. 14 столбик без накид. Әр косичканы бір-бірден. Мына соңғы косичканы тоқимын. 14-ші косичканы столбик без накидті 14-ші. Мына бір қатарымыз бізде, мына қатарымыз көктен 14 столбик без накид болды. Енді біз ауаға бос торша алмаймыз. Жартысына келген кезінде жарттан тоқып жатырмыз, 14 деп. Ар жағында 3 косичкамыз қалып жатыр. Бұл жерде біз ауаға бос торша алмаймыз. Демек, тоқымамызды айналдырып жібереміз да бірден бірінші косичкаға кіріп столбик без накид тоқимыз. 14 столбик без накид тоқимыз бұл жерде де. Егер қателесіп кетем десеңіздер, менің артымнан асықпай отырып тоқысаңыздар түсінесіздер. 1, 2, 3 қатарын менің артымнан қайталап отырып тоқысаңыздар түсініп аласыздар. Сіздермен қазір тағы да осыдан кейін тағы да бір қатарын тоқуды көрсететін боламын. Қателеспес үшін менің артымнан кішкене еріп отырып тоқысаңыздар естеріңізде қалады, және одан кейін өздігіңізбен тоқисыздар. Міне 14 көкпен столбик без накидті тоқып келіп қалдым. Және де ұмытпаймыз, мынандай шеттеріне келген кезде косичкаларымыз қалып қалмасын. 13 болып біреуі кем болып қалмасын. Кем болып қалса, сіздің балеткеңіз дұрыс шықпайды. Сол үшін әр косичканы санап отырып тоқысаңыздар, қателеспейсіздер. Тағы да айтайын. Мына қараңыздар, мына жерде как будто менде косичка жоқ сияқты көрініп тұр. Ал негізі бұл жерде 14-ші косичка бар менде. Сарымен қатты қысып жіберген екенмін, қиындау болып тұр кіруім. Сол үшін жіпті қатты тартудың қажеті жоқ. Сол үшін мен қазір қайтып болсын кіремін. Мына 14-шісіне кірдім. Крючокта 2 жіп столбик без накид. Енді сары жібімді аламын да, сонымен мынау қатарды аяқтаймын. Сары жіппен іліп жіберемін. Енді қараңыздар, осы қатарды қараңыздар. Астыңғы жағында ешқандай бізде салбырап тұрған жіп жоқ. Бұл жақта демек бұл қатарда біз ауаға бос торша алмаймыз. Тек бізде мынандай жіп тұрған жағында қатарларды ауаға бос торша аламыз. Сіздерді қателесіп кетпесін деп солай түсіндіріп жатырмын. Енді тоқымамды айналдырып алдым.
енді мына жерде ең бірінші тұрған косичкаға кіріп сарыны тоқимын. Столбик без накид. Бұл қатарда сарыны тоқимыз. Сарыны тоқыған кезінде барлығы 17 столбик без накид тоқимыз. Бұл қатарда түгел 17 столбик без накид. Мына мен 13-ші, 14-шісіне келіп қалдым. Көкпен тоқыған жерлерге. Жерлерін тоже столбик без накид тоқимыз. Одан кейін бірден төменге түсіп, ары қарай сарыны столбик без накид деп тоқып жібереміз. Мына 14-шісін тоқыдым. Мына жерде 3 косичка тұр, сарымен 3 косичка. Осыған бірден төменге қарай түсіп кетемін. 14, 15, 16, 17. Міне, бізде бұл қатарда барлығы 17 столбик без накид болды. Барлық қатар бір-бірден столбик без накид сарымен тоқылды. Енді ары қарай көкті тоқимыз. Көк жібімді алып, косичкаға кірдім, бірінші косичкаға. Жібімді іліп алып, бір іліп алдым, одан кейін қайтадан сол косичкаға кіріп, столбик без накид тоқыдым. Біз бұл қатарда енді 14 столбик без накид тоқимыз. Көк жіппен 14 столбик без накид мына жерге дейін. Мынау қазір мен бірінші деп алғаным 1 болып саналады, ары қарай 2, 3 деп санап отырып тоқыңыздар, сонда қателеспейсіздер. 14 столбик без накид тоқып шықтым. Одан кейінгі жағы сары, астың жағында ол 3 столбиктар тоқитын, сарымен тоқитын жер ол, оған тиіспейміз. Енді біз ешқандай ауаға бос тұрыш алмаймыз көкті тоқыған кезінде. Мына жерден алмаймыз, бірден тоқымамыз айналдырып жіберіп, ең бірінші тұрған косичкаға кіріп, ең бірінші тұрған косичкаға кіремізді столбик без накид тоқып, жалғастырып, ары қарай екінші қатарында 14 столбик без накидпен тоқимыз. Көктің бірінші қатары 14 столбик без накид болды, екінші қатарда тоже солай 14 столбик без накид болады. Аяқтауға келіп қалдым міне. 2 көкпен тоқылған қатарымыз болды, тоқып болдым оны. Енді қараңыздар, сарыны тоқимыз, астына қараймыз, жібіміз салбырап тұр. Демек біз ауаға бір бос тұрша аламыз. Осы қатардың бәрінде жібі салбырап тұрған жерде ауаға бір бос тұрша алып аламыз. Ауаға бір бос тұрша алдым, тоқымамды айналдырдым. Мына жерде енді 3 косичка болады, сарымен тоқылған сол жерге дейін 3 косичканы тоқып аламын. 1, 2, 3 көрініп тұр бірден. Ең бірінші косичкаға кіріп, сарымен столбик без накид тоқыдым. Екіншісін тоқыдым. Үшіншісін тоқыдым. Енді бірден үстіне қарай көтеріліп кетеміз. Көкке 4-ші косичка деп, 4-ші косичканы сарымен бірден 4-ші косичканы тоқу үшін үстіне қарай бірден көтерілеміз. Ол жиналып тұрады, осылай өзі тоқылған кезінде ода тұрған ештеңе жоқ. Осылай жалғастырып тоқи береміз. 5, 6, 7. Бұл қатар сарымен тоқылғандықтан барлығы 17 косичка тоқылады. 17 сары косичка бір-бірден, әрбір косичканы бір-бірден аяғына дейін тоқимыз. Мен аяқ жағына келіп қалдым. Сарымен 17 столбик без накид. Енді мынау соңғы неге косичканы аяқтаған кезінде көк жібімізбен кіргізіп іліп жібереміз. Мына. Сонда жібіміз ала-бұла болмай әдемі көрініп шыға келеді. Енді ары қарай жібімізді көкпен тоқимыз. Қараймыз, астына ешқандай бізде жіп салбырап тұрған жоқ. Демек біз
ауаға бостырушы алмаймыз. Естеріңізде болсын осы. Бірден тоқымамды айналдырып жіберемін. Көк жібімді алып столбик без накид тоқимын. 14 столбик без накид тоқимын. Көкпен тоқығанда 14. Енді сіздер өздеріңіз таңдайсыздар. Соны есте сақтаңыздар. Бірінші мынау алғашқы косичкаға кіріп бір іліп алдым жібімді. Одан кейін тағы да бір іліп алып столбик без накид тоқып жіберемін. Көбінесе осындай шетіне келген кезде біз столбиктарымыз таппай қалып жатамыз. Сол үшін мен осылай тоқимын. Бірақ негізі олай қатты бірнеге кірудің қажеті жоқ қайта. Егер қателеспеймін десеңіздер, олай тоқымасаңыздар да болады. Бірден тек жіптің өзін ғана іліп алып жіберіп тоқысаңыздар да болады. Столбик без накид тоқыдым бірінші. Енді ары қарай екінші, үшінші деп тоқи береміз. Мына аяғына дейін 14, аяғына дейін до конца емес, 14 столбик без накидті санап отырып тоқимыз. 14 столбик без накид көк жібіммен 14 столбик без накид тоқимын. Аяқ жағына келіп қалдым міне 13, одан кейін 14-шісін тоқыдым міне. Ар жағында 3 косичкамыз сарыдан ол тұрады, солай оны тоқымаймыз. Енді бір қатарды 14 тоқыдық, келесі қатар ешқандай ауаға бостырушы алмаймыз. Көктен тоқыған кезде тоқымамызды бірден айналдырып жібереміз да. Екінші қатарына да 14 столбик без накид тоқимыз. Әр косичканы бір-бірден аяғына дейін 14 столбик без накид. Өздігімізбен тоқиық ары қарай. Міне ең бірінші косичкаға кіріп, ең бірінші косичкадан алып тоқысаңыздар, асты 14, үсті 14 болып шығады. Міне мен келдім, аяқтауға 14-шісін тоқып жатырмын. 14-шіге кіріп, столбик без накид тоқимын. Сары жібімді алып, осылай іліп жібердім. Енді осы қатарын қараймыз. Аяқ жағында салбырап тұрған жіп жоқ, демек біз ауаға бостырушы алмаймыз. Тоқымамызды айналдырып жіберіп, бірден сарыны алып столбиктер тоқып бастаймыз. Ең бірінші косичкаға кіріп, түгел барлық осы көктің үстін жүргізіп өтемді. Бірден мына жердегі 3 косичкаға кіремін, 3 косичкаға түсемін. Сосын 17 сары жіппен столбик без накид тоқимын. Осылай қайталап тоқи береміз. Сіздерге айтарым, мынау басында біз 17 болды ғой, сол үшін бізде барлық қатарымыз осылай 17 болып шыға береді. 17-ның үшеуі сары, 14-і көк болды. Арай сарымызды жалғастырып тоқимыз. Ең бірінші косичкаға кіріп, столбик без накид тоқимыз. Бұл қатарда барлығы сарыдан болады. 17 столбик без накид тоқимыз. Қазір мен 14-ке дейін келемін, көктің үстіне дейін келіп сарымен тоқимын. Мына соңғы косичканы тоқып жатырмын. 14. Енді ары қарай мына жерде 3 бостырушы болады, 3 косичка болады, соған бірден түсіп кетеміз да. 14, 15, 16, 17 деп бұл қатарды сарымен 17 столбик без накид деп аяқтаймыз. Енді ары қарай өздігімізбен тоқимыз. Мынандай сары жіп салбырап тұрған жағына міндетті түрде бір бостырушы ауаға алып отырып тоқимыз. Сосын қазір мына жерде бізде көктен тоқылады. Ары қарай өзіміз тоқимыз. Егер қателесем десеңіздер, астында сабақты кері қарай айналдырып, қайтадан мен келген жерлерден бастап тоқысаңыздар болады. Қазір мына жерде біз көктен бастап 14-ке дейін тоқимыз. Одан кейін екі қатарын 14 тоқимыз. Сосын ауаға бостырушы алмай тоқымамызды айналдырып жібереміз да. Екінші қатарын жаңағы көкпен тоқып қоямыз. Одан кейін барып мына жердегі 3 сарымызды тоқимыз.
үш косичкамызды тоқимыз. Мына жерден 3 косичкамызды тоқимыз да, одан кейін бірден жаңағы 2 көк қатар тұрады ғой мына жерде, сол көк қатар екіншісіне бірден көтеріліп жібереміз да, сарымен тоқимыз. Егер қателесем десеңіздер, қайтадан айтайын, сабақты кері айналдырып жіберіп, сол жерлеріне келген жерлерін видеоға қарап тоқысаңыздар болады. Енді бізге осындайдан көк жіптен 10 қатарын тоқуымыз қажет болады. Қазір менде мұнда 1, 2, 3, 4 қатар тоқылыпты. Енді ары қарай 10 қатар болғанша тоқимын. 6 қатар тоқимын. Көк сары, көктен 2 қатар, сарыдан 1 қатар солай тоқимын. Ары қарай өзіміз тоқимыз. Сол жеріне 10-шысына келген кезінде мен сіздерге көрсететін боламын. Міне мен келдім. 10 қатар болды. Осындай көктен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне 10 көк тоқыдым. Енді ары қарай менде сардан тоқуым керек. Міне 2 қатары көктен тоқылды. Ары қарай енді сарымен толықтырамыз. Мынау көк жібімізді кесіп тастасақ болады. Бізге енді көк жіптің қажеті жоқ. 10 қатар көк жіппен тоқып тастадық. 2-2-ден 20 қатар болады ғой сонда. Көкті енді орталарына бұлай заправить етіп жіберсе болады. Тоқмалардың ортасына. Араларына заправить етіп жібердім, осылай көрінбейтіндей етіп. Енді тоқмамды ары қарай жалғастырамын. Аяқ жағына қараймын, бізде сары жіп тұр салбырап. Демек бұл қатарда бір бос-тұршы ауаға аламыз. Бір бос-тұршы ауаға алып, сол жаңағы ең бірінші косичкаға кіріп, жалғастырып тоқып бастадым. Бұл жерде бұл қатарда 17 столбик без накид болады. Қазір мен 14-ке дейін тоқимын, көктің үстіне дейін. Одан кейін бірден сарыға түсіп кетемін. 15, 16, 17 деп үшеуін тоқып жіберемін. Міне келдім аяқ жағына, енді 15 деп сарыны бастап тоқимын. 3 косичка қалды мына жерде. 16 деп екіншісін, одан кейін үшіншісін 17 деп 17 столбик без накид тоқыдым бұл қатарда. Мінекей осылай тоқыдым. Бұл қатарда біз ауаға бос-тұршы алмаймыз, өйткені салбырап тұрған жіп жоқ. Бұл қатарда тек сарымен ғана тоқимыз. Барлығын 17. Тура мынау сияқты екінші жағда ұзын болып. Қанша қатар тоқу қажет? 25 па, 24 па, 20 ма? Және де негізі сантиметрмен өлшеп көрген дұрыс болады линейкамен. Ар жағыңыз қанша сантиметр болды? Бергі жағыңыз, екінші жағын тоже сол сантиметрмен бірдей етіп. Сол жаңағы не бойынша, сантиметр бойынша өлшеген дұрыс болады линейкамен. Ал енді ары қарай өзіміз тоқимыз. Өзіміздің керекті размерімізге дейін сарымен столбик без накидтер тоқимыз. Аяғына дейін тоқып, одан кейін жіп салбырап тұрған жіп бар болса, қараймыз, бар болса, демек сол қатарға ауаға бос-тұрша тоқып, одан кейін барып қатарымызды жалғастырып солай тоқи береміз. Енді өзіміз ары қарай өздігімізбен тоқимыз. Мен сіздерге келген жерінен көрсететін болам ары қарай. Уже аяқтап та қалдық. Ал енді қараңыздар, мен тоқып біттім. Менікі осындай болып шықты. Енді мен сіздерге осы жерде тағы да бір айта кететін нәрсе болып тұр. Мен аяғыма киіп көрген кезде кішкене 1-2 қатар жіп жетпей қалды табан жағына. Аяғымыздың арт жағына. Содан кейін мен тұрдым да 2 қатар қосып жібердім. Демек менде мына жағы қысқалы, мына жағы 2 қатар үлкен болып тұр. Енді сіздер солай киіп көресіздер. Енді кейбіреудің жіптері жұмсақ болады. Әркімде әрқалай жіп, кез келген жіппен тоқуға болады. Сондай кезінде жұмсақ жіп болса, оның тартылуы оңай болады. Ал мен қатты жіп болғаннан кейін эконом бюджетінің жіп дегеніміз ол қатты ғой, сол үшін кішкене жетпей қалды. Енді қараңыздар, мына жерде біз қазір бұлай алып тоқимыз. Қараңыздар, мынау тұрған ең бірінші косичкамызға кіріп, мынаны іліп аламыз.
іліп аламыз. Сосын мына жақтарыңызды қарап алыңыздар. Оң ба теріс па, негізі екі жағы да бірдей болып көрініп тұрады. Но қай жағы әдемі, сол жағын тоқисыздар. Сол жағын жаңағы теріс қаратып аласыздар, әдемі жағын ішіне қаратып алып тоқисыздар. Өйткені сыртқа шығады ғой, сыртқа айналдырамыз ғой. Сол кезде мына жер, тоқыған жері ішке қарап қалады. Енді ары қарай осы іліп алдым. Енді бізде мына жерде косичка бар. Мына косичкаға кіремін. Мына қатардың косичкасына кіремін. Ал мынау екінші жағымыздың косичкасына, екі косичканың өзіне бірақ кірмеймін. Бұл жерде қараңыздар, мына жерде косичка дегеніміз екі жіптен тұр ғой, көрініп. Сол екі жіптің ар жағындағы сыртқы мынау стенкасы бар ғой, соның бір жібін ғана, косичканың бір жібін ғана алып кіремін да, сосын жалғастырушы петля арқылы тоқимын. Қараңыздар, мен іліп алып шығардым. Қазір менде екі жіп, соны осылай жалғастырушы петлямен осылай нетемін, тоқимын. Келесін косичканың өзінен аламын, одан кейінгісін сыртқы стенкасын аламын. Осылай алып тоқи беремін. Косичканың өзінен алдым, келесін сыртқы стенкадан алдым. Осылай ары қарай жалғастырып өзіміз аяғына дейін тоқимыз. Мына жерге дейін тоқимыз. Одан кейін қараңыздар, мен бір жағы не болғандықтан екінің мынау көк түсіміз кішкене, қараңыз, былай жылжып кетті, иә. Соны біз теңестіреміз, екеуі бірдей болу керек. Осылай теңестіріп қойып аламын. Сосын мына жағы артық болып қалды. Сол артығын осылайынан теңестіремін. Сонда мына жеріміз біздің кішкене осылай қисайып келеді, мына жеріміз. Ода тұрған ешқандай ештеңе жоқ. Сызығы тура аяқтың астына түссін демеймін. Чуть-чуть шетіне ғана түсіп қалады сол кезде сызығы. Ол сызық көрінбейді. Осылай аламыз да, сосын мына жерімізді тоқып біткеннен кейін бұлай айналдырып отырып мына жерлерін түгел тоқып шығамыз. Бұл жақта тоже косичканың өздерінен алып тоқи бересіздер. Міне мен тоқып болдым, қараңыздар. Осындай болып шықты, теріс айналдырдым. Үш жағы осылай болды. Келгеннен кейін бұл біздің мына іші тігілген жер көрінбейді, ал сырт жағынан тоже тігілгені ғой қатты көріне қоймайды. Енді ары қарай біз авязка тоқимыз, мынау шеттеріне. Сонда біздің балет киіміміз әдемі болып шығатын болады. Авязканы білесіздер, ешқандай қиыны жоқ. Просто жіпті, сары жібіңізді аласыз ба, өзіңіздің түсіңіз қандай келеді, сол жіпті аласыз. Осылай ғана іле салып, столбик без накидтер тоқисыз. Әр бір косичканы бір-бірден столбик без накид. Ешқандай қиыны жоқ. Барлық қатарды осылай айналдырып отырып, столбик без накидтерді тоқып шығамыз. Осымен біздің осындай әдемі балет киіміміз дайын болады. Авязканы аяқтағаннан кейін. Сіздерге сәттілік тіледім. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Және Instagram парақшама да тіркеліп қойсаңыздар болады. Каналға тіркеуді ұмытпаңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар. Менің каналымда тоқыманың бір емес бірнеше түрі бар.